Қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Қазіргі уақытта бір өкініштісі, көп үйге барсаңыз, сәбиін ұйықтату үшін бесік жырын емес, керісінше телефон өлең қосып ұйықтап жатқандығын байқаймыз. Осы орайда айтатын жайт, рухани дәстүріміздің әлсіреп бара жатқандығын көреміз. Ата бабамыз өнегелі сөздермен бесік жырын айтып, сәбидің бойына ұлттық құндылықтар сіңіріп отырған. Бір деректер бойынша бесік жырын ең алғаш Хауа анамыз айтқан деседі. Хауа анамыз егіз ұлын ұйықтата алмай жатқан кезде көктен періште түсіп, Алла деп әуездеп әнге салып, екі баланы жұбатып, тынышталдырып ұйықтатқан деседі. Осылайша Хауа анамызға осы өлең ұнап, Хауа анамыз қалған балдардың барлығын осы өлең арқылы ұйықтатқан. Уақыт өте келе, осы ән бесік жырына айналған дейді. Батыр атамыз Бауыржан Момышұлы бір сөзінде былай дейді: біріншіден, бесік жырын айтпайтын келіндердің азайып бара жатқанынан қорқамын дейді. Екіншіден, немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелерден қорқамын деген. Үшіншіден, дәстүрді сыйламайтын жастардың өсіп келе жатқанынан қорқамын деген. Дәстүрімізді әрдайым құрметтеп, сыйлап, жадымыздан шығармайық.